егер мен сізге ораза жүрек инфарктінің қаупін азайтуы мүмкін десем, сенер ме едіңіз? Қан қысымын түсіріп, холестеринді төмендетіп, жүректі демалдыруға көмектеседі. Бірақ бір маңызды шарт бар. Бүгін оразаның жүрекке 5 нақты пайдасы ғылыми тұрғыда талдайтын боламыз. Сәлеметсіздер ме? Есімі Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог диагноз дәрігер. Бұл видео маңызды видео, ораза ұстаушыларға және ораза ұстаймын деген ниеті бар жандарға пайдалы болады деген үміттемін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Лайк басып, комментарияға сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Бірінші пайдасы – қан қысымын төмендетеді. Ораза кезінде тұз бен калория азаяды. Инсулин деңгейі төмендейді. Тамырлардың серпімділігі жақсарады. Нәтижесінде қан қысымы біртіндеп төмендеуі мүмкін. Ескертетін жайт, гипертониктер, егер сізде қан қысымы жоғары болса, міндетті түрде кардиологтың кеңесін алыңыздар. Алдын ала, ораза ұстамас бұрын алдын ала кардиологтың кеңесін алғандарыңыз дұрыс. Екінші пайдасы – қандағы холестеринді төмендетеді. Қандағы жаман холестериннің деңгейін азайтып, жақсы холестерин деңгейін көтеруге көмектеседі. Және триглицеридтердің төмендеуіне көмектеседі. Бұл атеросклерозды қаупін азайтады. Үшінші пайдасы – қабынуды азайтады. Созылмалы қабыну инфаркттың жасырын себебі. Ораза қандағы қабыну маркерлерін төмендетеді, тамырдың ішкі жағынан қорғайды. Бұл жүрекке жөндеу режимі қосқанмен тең. Төртінші пайдасы – артық салмақты азайтады. Артық салмақ бұл қан қысымының жоғары болуы, қант диабеті, жүрекке артық күш салу болып есептеледі. Ораза калорияны бақылауға көмектеседі және іш майы азаюы мүмкін. Және бесінші пайдасы – инсулиннің сезімталдығын жақсартады. Инсулиннің сезімталдығы жақсарған сайын қандағы қанттың мөлшері тұрақталады. Екінші типті қант диабетінің қаупі азаяды. Диабет бұл жүрек ауруларының негізгі себептерінің бірі. Өте маңызды ескерту, ораза барлық адамға пайдалы емес. Сақ болу керек жағдайлар, ол созылмалы жүрек жетіспеушілігі бар науқастарда, ауыр аритмиясы бар және жақында болған жүрек инфарктінде. Қант диабетінің инсулинге тәуелді түрінде ораза ұстағанда өте сақ болу керек. Сондықтан дәрігермен кеңесіп, барып оразаны ұстаған дұрыс. Дұрыс ұсталған ораза жүрекке демалыс, ал дұрыс емес ұстаған ораза ол керісінше жүрекке зиян алып келеді. Ауызашарда артық тамақ жеу бұл оразаның пайдасын жояды. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарийге сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Рамазан айы құтты болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Аман есен болыңыздар.